Айсұлтан Сеитовтың ағылшыны қандай? Бұл Мағжан Советбек, мен ағылшын үйретемін, осы парақшаға жазылып қой. Айсұлтан Сеитовтың ағылшыны casual. Ол ағылшынды көбінесе сабақта емес, адамдармен сөйлесу арқылы үйренгені байқалады. In this music video, everybody wearing mask, everybody trying to hide something. Оның сөйлеген кезінде грамматикалық қателер көп, бірақ олар оны ұғуға кедергі келтірмейді. Personally, the first thing that he done, what's the last scene of Godfather mean? Сөздік қоры дамыған, ойын нақты жеткізе алады. Like some big, royal, great classic house. This is a burden, this is a pressure, this is his fears and everything that gives really, pressure on him. Айсұлтаннан жақсы сленг фразаларды үйрене аламыз. They hit us on really close to New Year celebration, like on December 28. And Hit us бізді ұрды емес, бізге хабарласты. Wow, now we need to shoot here. Shoot, ату емес, бұл жерде видео түсіру. Қазақ акценті кейде байқалады, әсіресе funeral деген сөзде. Really close to his child in funeral. Және vintage. Needs to be vintage, shalom. Қорытынды Айсұлтанның ағылшын деңгейі B2 Upper Intermediate IELTS спикингті шамамен 7-0 алушы еді. Саған бұл талдау ұнаса, досыңа жіберіп қой және келесі жолы кімді талдайын комментке жаз.